Жер күннен санағанда үшінші планета. Сендер әрине жер туралы көп нәрсе білесіңдер, өйткені ол біздің планета. Жер ішкі планеталардың, яғни күнге таяу айналып жүрген төрттас ғаламшардың ең үлкені болғанымен, ол күн жүйесінің сыртқы жағына таман орналасқан төрт газды алыптан әлде қайда кіші. Жер сондай-ақ күннен тысқа қарай жүргенде табиғи серігі бар алғашқы ғаламшар және күн жүйесіндегі бір ғана серігі бар жалғыз планета. Жердің күн жүйесі планеталарының арасындағы бірегейлігі ол бетінде сұйық күйдегі суы бар жалғыз ғаламшар. Басқа планеталар не тым ыстық, сондықтан ондағы су түгел буланып кетеді, не тым суық болғандықтан су мұз болып қатып қалады. Жер күннен 150 миллион километр қашықтықта орналасқан. Сол себепті ондағы температура сұйық суға ие болуға қажетті шамада. Және жерде су өте көп. Жер бетінің 70%-тен астамын мұхиттар алып жатыр. Бұл мұхиттың ауданы құрлықтан 2 еседен астам артық деген сөз. Жерде су өте мол болғандықтан, оны кейде көгілдір планета деп те атайды. Сұйық күйдегі су жердегі тіршіліктің кепілі. Біздің білуімізше, жер тіршілікке ие жалғыз орын. Адамдармен бірге өсімдіктер мен жануарлардың миллиондаған түрлері жер планетасын өз үйіміз деп санайды. Жердің тағы бір маңызды ерекшелігі оның атмосферасы. Атмосфера бұл жерді толық қоршап тұрған қалың газды қабат. Ол негізінен азот пен оттегінен тұрады. Атмосфера бізге тыныс алуға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ күн қызуын ұстайтын жамылғы ретінде әрекет етіп, жердегі жылуды сақтауға көмектеседі. Атмосфераның тағы бір пайдасы ол жерді күннің зиянды ультракүлгін сәулелерінен және де метеорлардан қорғайды. Ғарыштан жерге құлаған нәрсенің бәрі атмосферадағы газдарға үйкеледі де қатты қызады. Олардың көбісі жер бетіне жетпей-ақ толық өртеніп кетеді. Ал қалғандары жерге тигенше әлде қайда кішірейіп кетеді. Жер күнді айналады. Күнді бір айналып шығуға қажетті уақыт жыл деп аталады. Жер күнді 365 күннен сәл астам уақытта бір айналып шығады да, сондықтан бір жылда әдетте 365 күн бар. Жер сондай-ақ өз білігінен де айналады. Жерге бір айналуға қажет уақыт күн немесе тәулік деп аталады. Жер әр 24 сағат сайын бір айналым жасайды. Сол себепті тәулікте 24 сағат бар. Жер тіп-тік айналмайды. Ол еңкейген. Жердің солтүстік және оңтүстік полюстерін қосатын сызық жер білігі деп аталады. Және ол 23 градусқа көлбеу. Жердің еңкеюі неге маңызды? Жер білігінің көлбеулігі жыл мезгілдерінің болуының себебі. Жердің бір бөлігі күнге қарай еңкейгенде, ол жерде жаз болады. Ал күннен қарама қарсы бағытқа бұрылғанда қыс түседі. Жердің ішкі жағы сыртынан мүлдем өзге. Егер жерді қақ бөлсек, оның әртүрлі қабаттардан тұратынын көреміз. Жер қыртысы деп аталатын ең сыртқы қабатта біз өмір сүреміз. Жер қыртысы суық әрі қатты. Бізге көрінетін нәрсенің бәрі ағаштар, таулар, өзендер, үйлер, тіпті мұхиттар да жер қыртысының бетінде орналасқан. Қыртыстың қалыңдығы сонша
адамдар ешқашан оны тесіп өтетіндей тереңдікке қаза алмаған. Бірақ қыртыс жердің ең жұқа қабаты ғана. Қыртыстың астында мантия бар. Мантия балқыған тау жыныстарының немесе магманың қалың қабаты. Ол жердің ең қалың қабаты. Кейде магма мантиядан жанартаулар арқылы жер бетіне шығады. Ядро жердің тура ортасында орналасқан, және ол өте ыстық. Ондағы температура мыңдаған градусқа жетеді. Ол металдан, негізінен темір мен никельден түзілген. Ядро өте ыстық болғанмен, ондағы қысымның жоғарылығы сонша, ол бәрібір қатты. Жер біз үшін маңызды, өйткені ол біздің үйіміз. Дәл қазір жерде 7 миллиардтай адам, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардың миллиондаған түрі өмір сүреді. Осы уақытқа дейін бүкіл әлемнен бізге жайлы қоныс болуға жарайтын басқа ешбір планета тапқан жоқпыз. Сондықтан өз планетамызды аялап ұстау өте маңызды.